Алдымда екі таңлау бар. Қайсы бірін таңласам екен? Үйіме есік алуым керек. Екі тарапында екі түрлі есік көрсетілген. Біреуі бюджетный вариантта, ал екіншісі болса премиум качестводағы ажайып есіктеріміздің бірі. Ал енді екеуінің функцияларын бірме-бір көрсетіп өтемен, сіздер болса маған таңлауға жәрдем бересіз. Бұл есігіміздің өлшемі сәл кішкене болады. Отпечатка менен ашылады, яғни бармақ ізі арқылы ашылады. Көріп тұрғаныңызда, қарасаңыз пароль қойсаңыз болады, қарасаңыз осындай гілттері арқылы ашылса болады. Бұның қалыңлығы сәл кішкентайлау болады, бірақ домларға туры келеді, кіріп шығатұғын жеріне. Ішкі тарапы да осындай ақ свет болады, бірақ бұл да темірден істелінген. Ішінде осындай глазогы болады. Қазіргі уақытта бұл Берекет строй дүканында скидкада 1.799.000 сомға сатылымда тұрыпты. Ал екінші есігіміз болса, премиум сападағы ажайып есіктеріміздің бірі. Бұның бағасы hamda функциялары анаған қарағанда жоғарырақ. Қазір жақсы таныстырып өтемін. Осындай қылып отпечатка менен ашылады. Міне. Бұның өзі ашылады, hamda жеті жер ілінеді, hamda ашылады. Көріп тұрғаныңыздай, бұл да гілтлері менен, hamda өзінің паролі арқылы, және де звоноклары менен де ашылатығын жерлері бар. Бұның қалыңлығы анаған қарағанда сәл қалыңырақ болады, hamda өлшемлері де әдеуір үлкенлеу. Бұның бағасын болса, комментарияға плюс белгісін қалдырсаңыз, әлбетте таныстырып айтып өтеміз. Расын айтсам, бағасы жағынан маған осы есік ұнады, бірақ функциялары тарапынан мына есік ұнады. Ал сізге қайсы бірі ұнады? Сіздер қайсы бірін алған болар едіңіз? Қалесеңіз, сіздер нақпұлға ала аласыз, қалесеңіз бұл жерде бөліп төлеу имканияты да бар. Қосымша мағлұмат үшін плюс белгісін қалдырсаңыз, операторларым сізге байланысады.